Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен осындай керемет тары қосылған пирогтың рецебімен бөлісемін. Бұл жаңағыдай бір сәл ерекшелігі, бұған мен сгущенка қостым, яғни қоюлатылған сүт қостым. Менің каналыма тіркеліп отырыңыздар. Алдымен осындай ұн алдым, яғни мөлшерлеп ұн алдым. Оған азғантай қант қостым, яғни шекер қостым. Бірден түсіп кетті, ештеңе қалмас. Азғантай шекер қостым мінекей, және де мынандай разрыхтитель қамыр қопсытқыш, одан қостым 1 шай қасық 10 граммдай, және бұның бәріне осындай маргаринді қосып, қолдың көмегімен араластырып, жұмсақ қамыр шығарамыз. Яғни біздің пирогымыздың қамырын не қыламыз, илейміз, күшті, прямо жұмсақ, өте бір песочный болып шығады да, маймен жасағасын қамыры. Басқа ештеңе қосқан жоқпын, тек қана осы маймен нені қостым. Мінекей осындай қылып алдым, қамырым жұмсақ болып тұрды. Осыны аз уақыт холодильникке салып қоямын. Енді осы тарыға ыстық сүтті құйып, аз уақыт бұқтырып қою керек та, оны ертерек дайындап қою керек. Мен сәл кештеу қалыппын, ештеңе қылмайды. Сонда да аз уақытқа қойып қоямыз оны. Оған дейін мен пирогтың салмасын, яғни начинкасын дайындаймын. Ол үшін дүкеннің қаймағын алдым. Дүкеннің қаймағына енді өздеріңіз пирогтың мөлшеріне қарай 4 ас қасық па, 5 ас қасық па, соған қарай мен 26 диаметрлі неге жасағасын, формаға жасағасын, сәл көпте болған дұрыс па демейді, 4-5 қасық дүкеннің қаймағын салдым. Және осындай үйде сгущенка қалып еді, соны да қостым. Дәмі тәтті болсын деп, балалар жейтіндей болсын деп, осы сгущенканы қостым. Және қантымызды, шекерімізді қосамыз. Мөлшермен 2 үлкен ас қасықпен 2 ас қасық қостым қанттан. Және 2 жұмыртқа қостым. Сосын жаңағы тарымызды алып, сүттен алып аламыз да, сүтін бөлек құйып алып, сосын тарымызды салып, қосып, барлығын араластырамыз. Осындай венчиктің көмегімен барлығын біркелкі араластырып алу керек. Салмамызды азғантай крахмал қосу керек. Сосын жаңағы жүгері крахмалынан қостым, 1 үлкен қасықпен. Сол барлығын қосып араластырып алдым. Осы қазір қолының көмегімен араластырып алдым. Оғандан кейін тестімізді дайындаймыз. Осындай диаметрлі, 26 диаметрліге құйған тестімді салып алдым. Одан кейін жаңағы дайындаған салмамызды осы тестінің бетіне құямыз. 180 градуста 40 минут емес, жарты сағат пісірдім минимум. Осындай болып күшті болып шықты. Мінекей өте жұмсақ. Енді сәл суығаннан кейін кесу керек. Мен ысықтай кесіп атырым, сосын осындай шашылып қалды. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий басып кетіңіздер.